Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге шай ішемін, өзіміздің қара шай және де мынадай букет. Бұл букет кептірілген жеміс жидектердің букеті. Көріп тұрғандарыңыздай бізде мынау әдемі букет ука. Өте әдемі, көрдіңіздер ме? Жүрек атына зат сай. Букет өте әдемі. Енді дәмін көрейік. Қандай ауыр букет. Қара өрік кептірілген. Мынау ортасындағы дыня деп айтты маған. Құрма, куранга, киви, куранганы өрік деп айтады, білем. Шие кептірілген және де чернослив, ал бұл сыртындағы манго деді ғой деймін, қателеспесем. Шайда өте дәмді екен. Мынаны манго деп айтқан. Қараңыздар. Өте дәмді. Бұл букеттерді керемет жан жасайды. Ол бұл жұмысына, бұл ісіне үлкен махаббатпен қарайтыны белгілі. Өте айқын көрініп тұр. Өйткені букет өте әдемі біріншіден. Екіншіден, ол кісі бұл ісін енді бастап жатыр екенде. Инстаграмнан парақша ашыпты, әдемі букет ука деген. Яғни, жай ғана бастай салған жоқ, үлкен жауапкершілікпен қарап, дизайнын өзі ойластырып, белгілі бір атын қойып, ол кісінің қызының аты әдемі екен, кішкентай қызы бар. Осындай букеттер жасаумен айналыса бастады жақында. Мен өзім адамдарға сыйлық сыйлаған кезде осындай нәрселерді жақсы көремін, жай үшін бере салғанның орнына қандай да бір ерекше сыйлық, пайдалы сыйлық. Сонда осындай букеттерді қарайтынмын. Бағаларын әрине маған ұнайды. Сухофруктыдан, клубника в шоколаде дейді. Жеміс жидектерден жасайтын букеттер өте әдемі және пайдалы. Бұл кісі жаңағы клубника в шоколадені да жасайды.
не айтқым келді, салыстыра келгенде бағаларын салыстырғанда өте қолжетімді екен бұл кісінікі. Өзің таңдай аласың, қандай көлемде болсын букет, қандай түрі болсын, оның барлығын өзің таңдай аласың. Ол кісі сізбен бірге ақылдасады, одан кейін жасай бастайды. Көлеміне байланысты бағасы да өсе береді. Көлем өскен сайын бағасы да өсе береді. Яғни сіздер өздеріңіз мүмкін кішірек букет алсаңыз арзандау болады, өз шамаңызға қарай. Және ол кісі мен сөйлескен кезде ол кісі айтады, минималды қаражатпен бастап отырмын, ұнай ма сізге, қалай болды деп көрсетіп, өте бір сондай жылулықпен, махаббатпен айтады осы букеттері жайында. Ондай адамдардан сатып алған, тапсырыс берген өте ұнайды маған. Өйткені көріп тұрасың, ол кісі асқан жауапкершілікпен жасағандықтан. Ол таза болады, ол дұрыс болады, әдемі болады деп. Мен жаңа маникюр жасап келдім. Шие. Ол кісі өте көп оқталыпты осы істі бастауға. Мен де сіздерге айтқанмын, YouTube жайында қалай бастағанымды өте қорықтым. Қандай да бір сенімділік жетіспеді маған. Өте көп уақыт ойланып жүргенмін. Бір кезде аштым, және де мен ол істі, яғни видео түсіруді өте жақсы көріп кеттім қазір. Сол сияқты ол кісі де өте көп ойланған, барлығын до мелочей дейді ғой, барлығын ойластырған, қараған. Сондай жауапкершілікпен ашып отыр. Және ол кісінің бастағаны осы ораза айында, Рамазан айында. Яғни ораза тұтқан бір жақындарыңыз болса, бұл оларға таптырмас сыйлық деп ойлаймын. Өте пайдалы. Ауызашар кезінде құрмаларын жеуге болады мысалы. Киви. Әлімлі? Өте тойымды, мен нешеу жеп қойдым мына жерде. 2, 3. Мына дыняны жеп көргім келіп тұр. Құрман жеп қойдым.
Дүнияға қалай қол жеткізсем болады екен? Осылай. Өте дәмді. Мен жаңа түскі асымды ішіп алғанмын. Бұл маған десерт болды бүгін. Өте дәмді, өте пайдалы, ең бастысы. Барлығының дәмін көрдім. Маған өте ұнады. Өте әдемі букет. Егер әдемі букет, өзінің артына сай. Егер де тапсырыс бергілеріңіз келсе, мен осы видеоның астына ол кісінің парақшасына сілтеме қалдырып кетемін. Өзімнің де парақшама, инстаграмға қалдырып кетемін. Ол кісінің жұмыстарын көріңіздер. Мен сіздерге жауапты түрде кеңес беремін. Және де басқа адамдардың жұмыстарымен салыстырғанда бұл кісі бағаны өте жоғары қылып қоймайды. Яғни қолжетімді. Ол кісімен сөйлесіп, ақылдасып, ішіне не қосу керек, оның барлығында ақылдаса аласыздар әрине. Сондықтан міне сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Сіздерге рахмет менімен бірге болғандарыңызға, менің видеоларымды күтетіндеріңізге. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.